Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын қарапайым ет пен картоптан жасалған бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге ерітілген май керек. Қаймақ қосамыз. Бір жұмыртқа. Жақсылап араластырамыз. Және де ұнға бір ас қасық разрыхлитель қопсытқышты қосып араластырамыз. Және ұнды шетінен қосып отырып, жұмсақ қамырын иілейміз. Дайын болған қамырымызды 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Яғни холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде ет. Салмасына басқа да ет, фарш бәрін қоса беруге болады. Картоп. Және пияз. Барлығын осылай ұсақтау етіп турап аламыз. Тұз бұрышын қалауыңыз бойынша саласыз. Және жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішірек. Кішірек бөлігі біздің пирогымыздың бетіне қоямыз. Оны бөлек алып қоямыз. Ал пирогтың астыңғы бөлігіне үлкендеу бөлігін жақсылап жайып аламыз. Және де пісіретін ыдысымызға пергамент қағазына қойып аламыз. Үстіне салмасын саламыз. Және де екінші бөлігін жайып, бетіне қоямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлық шеттерін біріктіреміз. Барлық заттардың құрамының мөлшері видеоның астында описание бөлімінде тұр. Сол жерге кіріп көре аласыздар. Пирогтың бетіне жұмыртқа жағамыз. Және қалауыңызша күнжіт себуге болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай дайын болғанша пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан. Ас болсын.